Айтады ғой, флотация жеңіл деп, бірақ мен флотацияның жұмысына жеңіл деп айта алмаймын. Келгенім кеше ғана сияқты, уже пенсияға кететін уақыт болып қалыпты. Корпорация істеген адамдар бақытты деп айтады ғой. Негізі мен розамын, даже бақытты деп ойлаймын өзімді. Мен өзі осы Жезқазған қаласында дүниеге келдім. 1963 жылы 16 январда. Мектеп бітіргеннен кейін жаңағы связьға оқуға түстім Алматыға. Оны тамамдағаннан кейін связист болып жұмыс істедім. 84 жылы тұрмысқа шықтым Державинкада Нұрхан дейтін жігітке. Ол кісі енді өмір жасы ерте кетті бұл өмірден. 3 баламен қалдым. Сосын енем жылын бергеннен кейін енді әлі жассың, мүмкін бақытты болып кетерсің, басқа адам тауып деп жаңағы сол. Мен осы Жезқазғанға қайтып келдім 3 баламмен. Сол жаққа келген кезде енді жұмысқа тұру өте қиын болды. Өзі связьға алған жоқ, хотя мен ана жақта связьде істедім. Сосын үйде отырып балаларменен папам бір күні келіп жұмысқа, фабрикаға жұмысқа барасың ба деп сұрады. Мен айттым, енді текке отырғанша фабрикаға жұмысқа тұрайын дедім. Бас кезінде маған айтты, машинист мененсі деп. Фабрикаға келдік, заявление жазуға. Сонда осы жерде офисте бір үлкен кісі болатын қазақ. Сол маған қаратты, жаңа папам айтады, Назар, мына қызың күрек көтере ала ма деп. Папам айтады, көтереді, неге көтермейді? Жұмыс керек қой деп. Сосын ол кезде старший технолог бірінші фабрикада, главный корпуста Гущин болатын. Сол кісіге звондап, сенде бір орын бар екен, флотаторлық. Жусупековаға флотаторлық орынды дайындады. Сол 4-ші бригадаға келдім. Қазіргі осы істеп атқан 4-ші бригада. Сол 94 жылдан бері осы ұжымда істеп келе жатырмын жұмыс. Алғашқы жұмыс күнім есімде. Жаңағы ТБ-дан ең бірінші не оқытты? Кітап берді. Сосын соны листать етіп от. Мен мұны оқу, я говорю, көру керек қой, енді мен флотация не көрген емеспін ғой енді. Я говорю, мне интересно, ана ішке кірейік деп. Сосын жаңа мастерім, жарайды, Райхан әжеміз бар, сол кісі саған наставник болады деп жаңағы 5 пен 6-шы неге секцияға мені алып бар. Райхан әжеміз үйретіп кетті енді бас кезінде. Сол жүгіретінде жүретінбіз. Жаңағы артынан қалмайым, не істеп жатыр, не қылып жатыр, маған не ғой, интересно да жаңағы. Мынау қалай, мынаның аты не деп жаңағы. Сосын айтады, аны шумнан естімейм, қалай деймін жаңағы. Мынау пинагон айналып тұрған дейді, мынау машина деп жаңағы не қылып жатыр ғой. Мен тұтым, не деп жаңағы, не дедіңіз? Пена дедіңіз бе деймін жаңағы. Көкісіп келеді, сен қыз не саңыраусың ба деп. Мен айтам, жоқ, яғни мынау шум ғой, естімеймін мен деп. Сол шумға да естідік қазір. Ана яқтан айқайлап атса, ол естиміз де, қараймыз, жүгіріп жүрдік. Сөйтіп, вроде бы келгенім кеше ғана сияқты, уже пенсияға кететін уақыт болып қалыпты. Біздер, мысалы, готовый концентратқа отвечать етеміз, оны медзаводқа жібереміз ғой. Сол мұншама процент ұстағандар дейді, кейде 34
36, кейде 36, 39 таңда деп сол айтып отырады, мысалы бізге мыншама болсын деп. Соның бәрін қадағалап, регенттерін қойып, санап, сол жұмыстың несіне блок тұрып қалмасын, пенагондар тұрып қалмасын, соның бәрін қарап жүресің, уровень выходтарды қарайсың. Айтады ғой, флотация жеңіл деп, бірақ мен флотацияның жұмысына жеңіл деп айта алмаймын. Ол жерде жүгіріс көп. Жүгіресің де жүресің, тыным таппай. Секцияңда не қылып, әйтеуір. Сосын үстіндегі реагентің бар, астындағы расширение, кейде адам болмай қалады. Өзің сол жаққа жүгіріп түсіп барып келесің. Ояқты регулировать етіп, үстіне жүгіріп келесің, не болатыр деп. Үстін сол сөйтіп қараймыз. Бірақ шәкірт тәрбиеледім. Енді ол шәкірттерім қазір жоқ. Білмеймін, расчет алып кетті, өсті несіменен, по карьерной должности. Бұлай. Қазір енді тағы да бір кішкентай қыз келді, 19 жаста. Линара Рахметолла. Қазір сол баланы үйретіп отырмын. Осы фабрикаға келгеніме көп болған жоқ, азын-аулақ ғана болды. Менің наставницам, осы тәлімгерім Жүсіпбекова Голя әжем болады. Осы кісінің арқасында мен көп затты үйреніп жатырмын, біліп жатырмын. Жақында келсем де уже әжептәуір затты осы кісінің арқасында біліп жатырмын. Қалай руданың келгенін, қалай шығатынын, қалай байытып алу керек, не істеу керек, қалай істеу керек, соның барлығын үйретеді. Реагент қосу, өлшеу, есептеу, концентрат алу, қалдықты аз мөлшерде алу дегенде. Ол кісі сабырлы, байсалды. Бұрында дружно сплоченный болатын, мен келген кезде сменамыз қазір солай. Білмеймін, өзіме солай сияқты. Және де мысалы басқа сменге командировкаға жіберген кезде барасың ғой енді. Хотя олардың бәрін мысалы танисың, бірге бір цехта істегеннен кейін. Енді смена басқа ғой. Сонда барған кезде мельницалардың өзі басқа жаққа айналып тұрған сияқты болады, бір түрлі. Өзің семьяңа келген, қонаққа келген сияқты боласың да, жаңағы бір түрлі өзіңді сезінесің. Өзің сменаңа барған кезде енді как-то өзіңді свободно, өзімнің сменам, өзімнің семьям сияқты енді бұрыннан істеп келе жатқан адамдары. Папам бұрын бізде Жезқазғанда Қызыл ту дейтін газет болған тон. Сол газетте он зам редакторым болып істеген тон, журналист. Сол 63 жылы жаңағы газет жабылады. Сосын обкомға папамды шақырған екен. Милицияға жұмысқа барасың ба, әлде фабрикаға жұмысқа барасың ба деп. Сосын папам тұрып айтыпты. Ол кезде қара жұмыскер, фабричный адамдар айлықты жақсы алатын. Менің 5 балам бар, асырайым керек, мен фабрикаға барым деп, сол 60 жылы фабрикаға келіпті. Содан бері ол кісі 2008 жылға дейін жұмыс істеді ғой, 70 жасқа келгенше дейін. Одан кейін менен үлкен жаңағы Мұхтар дейтін ағамыз ғой. Ол кісі де фабрикада істеген, біздің корпуста жаңағы мен істеген бригада, 4-ші бригадада машинист болып істеген тон. Сіңілім өзімнен кейінгі Гүлнара, ол ОТК-да жұмыс істеді. Ұл ғана, Нұрлан ғана КД2-де мастер болып істеді жаңағы. Кішкентай ол военный.
үйленген. Сол менің қызым ғана тұрмысқа шыққан жоқ. 2 бала үйленген. Аха Нұрланда ұл мен қыз немерелер. Ал Серікте енді кішкентай ұлында енді болады. Осы сентябрьде күтіп отырмыз немерені. Мама туралы айтатын зат көп. Өте кішіпейіл, өте салмақты, адамға қамқоршы. Өйткені енді ол кісі осы үйдің тірекшісі. Шыны келгенде бар үйдің жақсылығы осы кісінің арқасы деп ойлаймын. Мамамыз өте жақсы адам. Немерелерін қатты жақсы көреді. Өте қатты жақсы көреді. Немерелер енді ол кісі үшін бірінші орында сол немерелері негізі. Жазда у меня огород. Шөп шылу керек. Күзге қарай соленье, варенье. Қыста қар тазалаймыз. Кейде балалар болмайды үйде. Қар жоғын кезде есіктің алдынан қарын тазалап не қыламыз. В основном мен киім тіккені өзіме. Мен басқа ешкімге тікпеймін, өзіме киім тіккенді жақсы көремін. Бір жерді пішіп, бір жерді не қылып. Өзі жастайымнан хоббиім ғой ол. Қазақмыз енді ыстық болады ғой. Қыздар айтады, қалай сенге ертең кетесің дейді жаңағы. Мен айтамын, қимаймын енді, қалай енді. Корпорация істеген адамдар бақытты деп айтады ғой. Негізі мен ризамын, даже бақытты деп ойлаймын өзімді, что я проработала столько лет мына неде, корпорацияда. Кеңіміз таусылмасын, жердің астындағы жұмыс істеп тұра берсін, осы фабрикамыз дүрілдеп.